Есте жоқ ескі заманда қазақ даласы енді жаратылып жатқанда Таусоғар атты алып батыр өмір сүріпті. Оның бұлшық еттері тастай қатты, денесі таудай алып еді. Ол жай ғана батыр емес, жерді көркейтуші сәулетші болатын. Ол тауларды ойыншықтай көтеріп, халқын қатал желден қорғау үшін тізіп қоятын, өзендерге жол ашып, шұрайлы аңғарлар жасайтын. Алайда Таусоғар жасаған бұл сұлулық пен тәртіпті қараңғы үңгірде тұратын жалмауыз кемпір жек көрді. Ол батырдың жасампаздығын, жерінің көркемдігін көре алмай іші күйді. Оның осы әдемі әлемін быт-шыт қыламын деп ысылдады ол. Бір қараңғы түнде жалмауыз кемпір алапат сиқырын іске қосты. Жер теңселіп, Таусоғар рет-ретімен қойған таулар орнынан қозғалып, бір-біріне соғыла бастады. Олар алапат күшке төтеп бере алмай, жан-жаққа құлап, өзендерді бөгеп, жолдарды жауып, өткел бермес аласапыранға айналды. Таусоғар қаһарына мінді. Бұл тек оның еңбегін қорлау емес, халқына жасалған қастандық еді. Ол менің жеріме аласапыран әкелуге қалай дәті барды деп ақырды. Қираған тауларға жеткен Таусоғар кідірместен іске кірісті. Ол құлаған таудың бірін қапсыра құшақтап аспанға көтерді. Оның бұл айбынды күшінен жер қайысқандай болды. Ақырында өзеннің негізгі арнасын бөгеп тұрған соңғы алып жартасты бар күшін жинап көтерді де бүкіл даланы дүр сілкіндіре орнына қойды. Сол сәтте керемет биік шың пайда болды. Бөгелген өзен еркіндікке шығып, қуатты ағынмен алға ұмтылды. Еркін аққан су аңғарды толтырып, таңғажайып көлдер тізбегін жасады. Жер қайта нәр алып, тіршілік оянды. Еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін бұл ерлікке тәнті болып, алғыстарын жаудырыпты. Сол күннен бастап бұл ғажайып мекен Жерұйық деп аталған екен.